Жалпы енді саусақ көтеру дегенде Ханафи мазхабында екі пікір бар. Ғұламаларымыз сол екі пікірді де келтіреді. Бір ғұламаларымыз жалпы мүлдем көтеру керек емес деген ғұламаларымыз бар. Ол ғұламаларымыздың алу несіне ол намаз ол жаңағыдай тыныштық дейді. Намаз тыныштық. Намазда басқа іс-әрекет жасалмау керек дейді. Екінші ғұламаларымыз не жоқ, хадисте келгендіктен саусақты көтереміз дейді. Саусақты көтерудің де сол үлгісінде не алады? Ат-тахият оқып жатқанда шахадатқа келгенде көтереді. Шахадатқа дейін не? Қолдар, алақандар төселіп тұру керек. Себебі хадисте не еді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ат-тахиятқа отырғанда бірінші басата ядайхи дейді. Қолын жайды дейді. Біз кейде көреміз, жігіттер намазға жаңа ат-тахиятқа отыра салысымен қолын жаймайды, не қылады? Сразу көтеріп алады. Ол хадиске қайшы? Хадисте не тұр? Бірінші қолын жайды дейді. Кейін барып саусағын көтерді дейді. Сол кейін барып дегенде сол ғұламаларымыз көбісі келтіреді. Ханафиде, Шафииде көп мынау әхлі суннат ғұламаларының барлығы не деді? Шахадатта көтеріледі дейді. Сол Ханафи мазхабымыз шахадатта деген қай жерінде көтереді? Ла илаха дегенде көтереді, иллаллада түсіреді. Бір неде мазхабтарда не? Жалпы шахадатта ла илаха, ашхаду ан ла илаха деп жатқанда сол кезде толығымен көтеріліп тұра береді. Толығымен көтеріліп тұрады. Шахадат біткеннен кейін барып қоятындар бар. Бірақ басынан бастап соңына дейін көтеру негізі төрт мазхабта ешқайсында жоқ. Бұл былай не қылып тұру мүлдем жоқ. Ешқандай төрт мазхабта ешқайсында жоқ. Тахаррака дегенді, мысалы, хадисте келеді, тахаррака деп келеді. Тахаррака деген мағынасы не? Әрекет етті деген мағынаны береді. Қимылдады деген мағынаны береді. Бірақ оның шарты, осы хадистің шарттарын айтатын болсақ, тахаррака деген ол бір рет көтерді. Яғни саусағы қимылдады деген білдіреді. Яғни қалай саусағы? Сен саусағын шошайттың деген сөздің өзі сол тахаррака деген мағынасы дейді. Сен бір рет шошайттың, болды. Бұны тахаррака деп атайды дейді. Бірақ ол былай тұру емес дейді. Бұл нені хадисте ешқандай мазхаб ұстанбайды.